Дүние екі одаққа жіктелді. Батыстық демократиялық күштер бір одақ, екіншісі Қытай, Орыс, Иран, Сирия және ортадағы стампыстандары бар. Бұл ортадағы стампыстандар, бұлар диктатор болғандықтан, енді олар кәдімгі Орыс пен Қытайға шартсыз жанбасады. Бірақ батыс біліп отыр. Оларды қатты қысса маскаларын жыртып, Путиннің құшағына, Ши Цзиньпиннің құшағына кіріп кетеді. Тіпті солардың бір өлкесі болдық деп жариялауы да мүмкін. Сондықтан батыс анда-санда оны Нью-Йоркке шақырып алып, Германияға шақырып алып, әкелеріңді танытам деп қояды, ескертіп қояды. Бірақ қатты келмей тұр. Ендігі қазіргі көзқарас Сауд Арабия және Араб Бірлескен Әмірлігі, Катар, Египет сияқты елдердің көзқарасы. Бұл елдер Саудия Қытаймен өте тығыз қарым-қатынасты. Анау мұсылмандар барып, қасиетті көретін Меккені және оны айланған айланба жолдар, Қағбаны айналдыратын ана құрылыстарды, Мединеге баратын күре тас жолдарды, Меккедегі негізгі нысанның бәрінің тендерін Қытайға салғызды Сауд Арабия. Соны түрік сала алмай ма? Сала алады. Соны басқа мұсылман елдер сала алмай ма? Сала алады. Соны Германия сала алмай ма? Сала алады. Америкаға берсе сала алмай ма? Сала алады. Қытайға берсе. Қытайдың жұмысшылары өтіріктен ыржың-ыржың етіп отырып, кәлим айт десе кәлим айтып, оған арабтар мәз болып сөйтіп жүр. Қытайдың жұмысшылары сонда әжетханада тазаланатын, артын сүртетін қағаз таппай қалғандай Құранды келеке қылып, Құранды аяққа таптап, Құранды мазақтап, арабтар тегін таратқан Құранды. Сөйтіп, оны Қытайдың әлеуметтік желісіне салып, оған арабтар наразылық танытып, артынан Қытай кешірім сұрап, оның сәл миында бар, есі дұрыс емес Қытай деп, артынан оны бүкіл желіден өшіріп тыныштық болды. Қытайдың зұлымдығын біле тұра сол Қытай менен одақ болған. Әдетте Еуропада біреу Құран өртесе, бүкіл дүние жүзінде оған қарсы ереуіл ұйымдастыратын арабың, Құранды соншама қорлаған Қытайдың жұмысшысын үндемей тек депортациялап істі жабады. Неге? Сауд Арабияның Салман ханзадасы, Сауд Арабияның қазіргі бірінші билік иесі, ол Қытайдың айнымас одақтасы. Қытайдағы мұсылмандар ең бақытты мұсылмандар деп, мұсылмандарды қынадай қырып, 3 миллионның геноцид түрмеге қамағанда сонымен одақ болған Саудия сол. Дубай бүкіл Қытайдың тауарын кіргізтіп, соны өз портынан бүкіл дүние жүзіне таратып отыр. Дубайда бүкіл Қытайдың қалашығы бар, Дубайдың арабтың байлары Қытайда неше түрлі зауыттар салып, Қытайға инвестиция салып, Қытайдың жылжымайтын мүлкіне тағы басқа саласына салып отыр. Енді қазір Американың бірден оңтүстік Қытай теңізіндегі ұшақ тасығыш кемелерін Израильдің теңізіне алып келудегі мақсаты осы арабтар Қытаймен бәрі одақ болып, аяқ астынан осы Израильге қарсы бірден істеп қоя ма деп жаны шығып отыр. Неге? Арабтың сондай екенін біледі. Бірақ Сауд Арабияның, Катардың, Дубайдың, мына Араб Бірлескен Әмірлігінің шейхтарының триллиондаған ақшасы Еуропа мен Американың банктерінде тұр. Бұлар өздерінше Қытаймен, Батыспен екі ортада баланс сақтағысы келеді. Батыс оларға ақшасын сақтау үшін, қаржысын айналдыру үшін, Батыстың демократиялық, еркін, нарықтық, заң салтанат құрған, яғни ашық саясатында кімнің ақшасы болса да келіп, ақшамен домалатып тапсаң болады деген саясатынан бұлар ақшасын домалатып отыр. Өздері өсімді харам деп қояды, бірақ ана триллиондардың өсімін жеп отыр. Банктерге қояды, өсімдерін береді. Оған шейхтар пәтуа беріп қойған, өсім харам, бірақ ол харам ақшаны алып басқа жаңағы нелерге жұмсасаң болады деп сонымен алып қолданып жатыр. Ал Қытай мен неге одақ? Себебі олар диктаторлар. Жаңағы арабтың бәрі диктатор. Олардың халқында демократия жоқ. Бірақ халқы демократия керек қылайын деп тұрған оның халқы да жоқ. Неге? Бірі саяси сауатсыз. Екінші, жаңағы диктаторлар біздің мына түк көрмеген Қайыршы, Назарбаев, Тоқаев сияқты 99-да 99-ын өзі жеп алып, өзі алып қашып, халқына дым татырмай тұрған жоқ. Ол диктаторлар ана бүкіл арабқа ана мұнайдан түскен ақшаның беріп бөлісіп отыр. Ол ана құмда жаңа сасық түйесі мен ешкісі ғана жайылып жүрген
Арабтың құмын Дубай сияқты бүкіл дүниежүзілік мегаполис қала қылып жасап шықты. Сөйтіп мұнайдан түскен табыстан қала жасап, ол теңіздің үстінде қолдан арал жасап, оған бүкіл дүниежүзінің тауарын әкеп, тауарын таратып, дүниежүзінің туризмін шақырып, содан ақша тауып отыр. Ал Катар бүкіл дүниежүзіне әйгілі олимпиаданы бүкіл Қытайға триллиондаған ақша беріп, Қытай арқылы спорт кешендерін салғызтып, мұнайдың ақшасын Қытай бизнес шыққаннан заказ түскеніне, тапсырыс түскеніне қуанады. Сөйтіп ол Катар бүкіл дүние жүзінде өзінің имиджін қалыптастырып, бүкіл Еуропа, Американың ең мықты брендтерін сатып алып, экономикасына қолын тығып отыр. Ол арабтың диктатор мұнаймен байыған шейхтарымен біздің мына кешегі қайыршының тұқымы Назарбаев, Тоқаевтың мұнай газдан түскен байлықты жұмсау екеуі ұқсамайды. Олар сөйтіп мемлекетін көркейтіп, қалалар салып, дамытып, тіпті мұнай газдан бөлек өндіріс ашып. Міне арабтың құмын жап-жасылға айналдырып жатыр. Саудия жасылданып жатыр қазір. Дубайдың айналасы, Абу-Даби, Шаржа жасылданып жатыр. Міне, қараңыздар, қиямет жақындағанда араб жазирасы жасылданады деген хадистің шындығы дәлелденіп жатыр. Міне Саудияңда, Абу-Дабиңда, Шаржада, жаңағы Дубайда айналасы жасылданып жатыр. Енді бұлар бидай мен күрішті өз өндіретін халге келді. Ал бұл арабтар, бұл арабтың байлары ақшаның үстіне ақша тауып, оның қызығын халқына көрсетіп отыр. Біздің Назарбаев, Тоқаев, Құл-Құтанның тұқымы түк көрмеген, тұқымы жарымаған, 15-не дейін қарны тойып ас ішпеген Назарбаев аштық өтіп кеткен, тұқымы жарымаған, уызында жарымаған сорлы Құл-Құтан ақшасының бәрін шетелге тығып жатыр. Ал жаңа арабтың байлары неге Ресей мен Қытайға арқа сүйейді? Себебі олар батыстың демократиясынан қорқады. Батыс, ай сен халқыңа сайын, сен қашан отырасың, сен тақты біз құсап 4 жылда босатып берсеңші дейді. Ол осыдан қорқады. Сондықтан ол ана диктатураға бір қолын салып, жарты ақшасын сол диктаторларға беріп, өзінің тағын ұстап отырмақшы. Міне дүниенің ақиқаты осы. Біздің қазекеңдер, ой, араб десе сыртынан жақсы көріп, арабтың қолаңсасын жақсы көріп, ой, араб деген енді кітап түскен ел, қасиетті ел деп етіп, біздің қанша діни фанат жаңағы бауырларымыз арабты сыртынан жақсы көріп жүреді. Арабының сиқосы. Ал жаңағы том шарықтап кітап жазатын, мыңдаған сағат лекция сөйлейтін шейхтарынша, пәтуа беретін осы заманның шейхтары, жаңа уақабистердің шейхтары, Мекке, Мединедегі шейхтар, Египеттің жаңағы Ахлүсүнна вәл жамағаттың шейхтары, Меккедегі, соларын жаңағы байлардың қолындағы бағып отырған кішкентай момақан қозылары. Бүйтіп басынан сипап, мысықтар бүйтіп басынан сипап бағып отыр. Ал біздің діни фанаттарға бәленбай шейх, мұны бәленбай шейх дұға жасады деп, көздеріне жас алып, еңіреп бүйтіп отыр. Ол шейхіңше, ол гарем ұстап отыр, ол гарем ұстап, ол 17-18-ге толмаған бәленбай жүз сұлу қыздан, машалла, машалла, ұлымның саны 200-ге жетіп қалды, машалла, деп отыр. Міне! Мұна дүниеде ақиқат жоқ, фанат қазағым. Мұна дүниеде ақиқат жоқ, фанат қазағым. Сенің ана шейхтарыңның сиқанау, сенің дін бауырыңның сиқанау. Ал батысыңның да сиқы мұнау.